Саламатсыздар ма, құрметті достар? Міне бүгін мен сіздерге көптен күткен сұрауларыңыз бойынша монетизация қосу деген тақырыпта видео түсіріп жатырмын. Ендеше монетизация қосу дегеніміз не? Ол ең бірінші сіздің каналыңыздағы видеоларға шыққан рекламалар арқылы сізге ақша түсу. Яғни сіздің видеоңыздың алдына реклама шығып кетсе, я болмаса жанына реклама шығып кетсе, осы баннердағыдай, соны көріп жатқан адам басса, сізге реклама шығарып отқан компаниядан ақша түседі. Яғни ол 3 теңге, 5 теңге сол аралықта бір басқаннан ақша түседі. Соның 70% сізге түседі де, қалған 30% жаңағы YouTube-ға түседі. Енді сіздерге бұл жерде өзіңізге ақша түсу үшін бұл рекламаларды бассаңыз, банға кетіп қалуыңыз мүмкін, каналды жауып тастауы мүмкін, сізге өзіңізге басуға болмайды. Енді монетизация қосу үшін біздерге не істеу керек? Ең бірінші біздер деген қазір каналға басамыз. Бұл жаңадан келіп отқан канал. Бұл жерде бірталай видео бар. 12 видео бар екен, 14 видео бар екен. Соның ішінде ең көп просмотр жинаған 300 мың, 342 мың просмотр жинаған видео бар екен. Енді осы просмотрлардан реклама шығарып, ақша табу үшін сіздерге ең бірінші каналдың творческая студия деген батырмасын басу керек болады. Творческая студия. Енді сізге каналды басып, ол жерден монетизация қосу керек. Яғни көріп отырғандарыңыздай өшеде көптеген функциялардың ішінде қосылмай тұрғаны монетизация және қалған мына біздің мемлекетте жоқ функциялар. Монетизацияны қосу үшін ең бірінші сізге монетизацияны включить деген батырмасын басамыз. Көріп отырғандарыңыздай осы жерден бастап мына 4 қадамды жалғастыруға болады. Енді сіздерге айтып кететін жайт, осыдан 4 күн бұрын, яғни 16 қаңтарда YouTube өзіне өзгеріс енгізген болатын. Яғни осы жерден көріп отырғандарыңыздай 2018 жылдың 14 қаңтарынан бастап YouTube монетизацияны қосылып тұрған каналдарды қайтадан тексереді. Яғни қосылмай тұрған каналдарды да қосу барысында қатаң тексеретін болады. Және оның өзгерісінде соңғы 12 айдың ішінде 1000 подписчиктен астам сіздерде жазылушылар болу керек. Сонымен қатар 4000 сағат просмотр болу керек. Егер сіздің каналыңыздағы видеоларда, мысалға осы жерден қарап отырмыз, аналитика видеодан время просмотра 300 мың минут, 300 мың минут бар екен. Бұл 4000 сағатқа жете ме, жетпей ме? Яғни 300 мың минутты 60-қа бөлетін болсақ, онда 5000 сағат. Яғни бұл жерде 4000 сағаттан астам, 1000 просмотрдан, 1000 подписчиктен астам подписчик бар. Бұл жерден көріп отырмыз. Қазір за все время. Мінекей. Подписчик саны 1200. Осыған байланысты сіздерге қарап отырғандарыңыздай бұл жерден 1000 подписчиктен астам болу керек. 12 айдың ішінде 4000 просмотрдан, 4000 сағат просмотрдан көп болу керек. Яғни бүткіл каналыңыздағы видеолардың просмотрларының уақыты 4000 сағаттан асу керек. Енді сіздерде ондай мүмкіндік жоқ болса, каналыңыз төмен болып тұрса, егер әлде сәл жетпей тұрған болса, онда сіздерге мүмкіндіктеріңіз бар. Бұл жерде YouTube-тың сайтында жазған 20 февральға дейін, яғни ақпанға дейін сіздерге 30 күн уақыт беріледі. Егер сізде жетпей тұрған болса, 1000 подписчикке дейін жеткізіп, 4000 сағатқа дейін жеткізуіңізге мүмкіндік болатын болса, сізге осындай жеңілдік беріп жатыр. Яғни сіздің каналыңызды
20 февральдан кейін тексеретін болады. Сол кезге дейін сіздер 1000 подписчиктен асырып 4000 сағат просмотрдан асырсаңыз, онда сіздің монетизацияңыз бірден қосылады. Енді тақырыптан ауытқымай қосудың барысын көрсетейін. Начать деген батырманы басамыз. Осы жерден бізге өзінің шарттарын қосып отыр. Барлығын қабылдаймын деген, принимаю деген батырманы басып, AdSense пен қосу дейді. AdSense дегеніміз ол сіздің монетизация арқылы келген ақшаңызды жинап отыратын кошелек. Кошелек деп айтуға болады. AdSense сайт. Далее дегенді батырманы басамыз. Қазір AdSense сайтқа өтетін боламыз. Осымен AdSense'ке өзімізді тіркедік. Енді бізге қандай рекламаны көрсетесіз деген сұрақ қойып тұр. Осыны таңдау үшін бізге начать дейміз. Егер сіз өзіңіздің видеоларыңызға рекламалардың кейбір түрлерін шығарғыңыз келмесе, онда осы жерден галочканы алып тастауыңыз болады. Мысалға, адамның қарап отқан ойын бөліп жіберетін реклама видеоның алдына шығатын болатын болса, осыны галочканы алып тастап қойсаңыз болады. Негізінде ең эффективті, ең тиімді рекламалар, ең ақша көп түсетін рекламалар осы видео арқылы келеді. Сол үшін мен оны басып қоямын, сохранить деймін. Енді соңғы қалғаны бізге күту. Бізге міне айтып отыр. Соңғы 12 айдың ішінде 4000 сағат просмотрдан асқан және 1000 подписчиктен асқан. Енді бізге тек күту ғана қалды. Егер сіздің жаңағыдай айтып өткенімдей каналыңызда 4000 сағаттан астам уақыт қаралмаған болса, онда сізге қазірден бастап күніне аптасына 3-4 рет видео түсіріп салып, таратып, олардың просмотрларын көбейтіп, көп уақыт жинап, подписчиктерді көбейтіп әрекет етсеңіз, онда сізге февральдың 20-сына дейін уақыт бар. Болды, осымен монетизацияның қосу бітті. Бізге тек енді күту ғана қалды.